сәлеметсіздер ме 8-ші сынып оқушылары? Біз бүгінгі видеода Қазақстан тарихынан 4-ші тоқсанға арналған ТЖВ жұмысын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма: Әміре Қашаубаев пен Қажымқан Мұңайтпасұлының қазақ халқын әлемге танытудағы рөліне дәлел келтіріңіз. Әміре Қашаубаев 1925 жылы Парижде өткен дүниежүзілік сән өнері көрмесінде этнографиялық концертте ағаш аяқ, қанапия, үш дос, жалғыз арша, қос балапан тағы басқа әндерді орындап, екінші орын алып, күміс медаль иемденеді. Париж апталығы газеті мен Le Musical журналы Әміре Қашаубаевтың сирек кездесетін талант екенін жазса, Сорбонна университетінің профессоры Перно фонографқа Әміренің орындауында бірнеше ән жазып алған. Әміре Қашаубаев шет елде өнер көрсетіп, қазақ елін танытқан тұңғыш әнші болды. Қажымқан Мұңайтпасұлы: Қажымқанның тұңғыш рет әлемдік деңгейде көрінген шағы 1906 жыл Алматыда өткен дүниежүзілік сайыста ол әлем чемпионы атанады. 1910 жылы Мұқан тұңғыш рет Оңтүстік Америка құрлығына табан тірейді. Аргентинаның астанасы Буэнос-Айрес қаласында өткен еркін күрестен болған біріншілікте ол Америка чемпионы атанады. 1914 жылы Парижде әлем чемпионы атағын жеңіп алды. Қорытынды: Әміре Қашаубаев пен Қажымқан Мұңайтпасұлы 20 ғасырдың ең биік тұлғаларының бірі. Сол заманда қазақ халқын әлемге танытқан ең ірі тұлғалар болды. Екінші тапсырма: 20 ғасырдың 20-30 жылдарындағы қазақ өнерінің жаңа белеске көтерілуін неден байқадыңыз? 1949 жылы Мұхтар Әуезовке КСР мемлекеттік сыйлығы берілді. Ақын жазушылар шындықты жеткізе білді. Қазақ өнер туындылары ЮНЕСКО көрмелеріне қойыла бастады. Тарихи фильмдер түсіріле бастады. Репрессияға ұшыраған ақын жазушылардың туындылары жарық көрді. Келесі, үшінші тапсырма: Ұлы Отан соғысындағы қазақстандықтардың ерлігіне баға беріңіз. Ұлы Отан соғысында қазақстандықтар қатысқан шайқастардың үшеуін атаңыз. Бірінші шайқас ол Мәскеу шайқасы, екінші шайқас Сталинград шайқасы, үшінші Берлинге шабуыл. Ұлы Отан соғысында ерлік көрсеткен батырларды жазыңыз және олардың ерліктеріне дәлел келтіріңіз. Батырлар: Мәншүк Мәметова, Әлия Молдағұлова. Кеңестік шығыс әйелдері арасынан бірінші болып Ленин орденімен және алтын жұлдыз медальмен марапатталғандар: шығыстың қос шынары Сағадат Нұрмағамбетов, Есжанов, Сянов, Қайдаусов, Тұрарбеков, Көбеков, Бигелдинов, Еремеев, Шелихов. Кеңес одағының батыры Қазақстан Республикасының қорғаныс министрі Сағадат Нұрмағамбетов те Берлин үшін ұрыстарға өз жауынгерлерін бастап кірді. Берлинге шабуыл жасауға жерлестеріміз Есжанов, Сянов, Қайдаусов және тағы басқа көптеген адамдар қатысты. Қаңқарбаев, Булатов, Меденов, Қараманов. Жас офицер Қаңқарбаев өзінің досы Булатовпен бірге Рейхстаг терезелерінің біріне алғашқылардың бірі болып, алқызыл жеңіс туын желбіретті. Ал Орал өңірінің жас офицерлері Меденов пен Қараманов Берлин ратушасының төбесіне тікті. Ахмедияров, Омаров, Шарудов, Қайсенов, Шәріпов, Жаңелдин, Сайын, Көшекбаев. Қазақстандықтар партизандық қозғалысқа белсене қатысты. Белоруссияның әртүрлі аудандарында әрекет еткен 65 партизандық бригадалар мен шоғырларда 1500-ден аса қазақстандықтар болған. Партизан қозғалысына қатысқан даңқты қазақ жігіттері. Төртінші тапсырма: Қазақстанда бәрі майдан үшін, бәрі жеңіс үшін ұранын қалай жүзеге асқандығын дәлелдеңіз. Тылдағы ерліктерге дәлел келтіріңіз. Тылда еңбек еткендер ауыл шаруашылығында 1939 жылғы санақпен салыстырғанда 1942 жылы Қазақстанда ауыл шаруашылығы еңбекшілерінің саны 600 мың адамға азайған. Ауыл шаруашылығында еңбектенген ерлердің майданға тартылуымен олардың орнын қариялар, әйелдер мен балалар басты. 1949 жылы колхоздағы еңбекке жарамды ерлердің сандық үлесі 20%, әйелдер 58%, жасөспірімдер 22% болды.
яғни майданды азық-түлікпен, шикізатпен іс жүзінде әйелдер мен балалар, қарт адамдар қамтамасыз етті. Өнеркәсіпте 1942 жылы 1943 жылдар аралығында республика ауыл шаруашылығынан 4111 трактор, 1184 жүк машиналары, 30318 жылқы майданға жіберілді. Сондықтан да соғыс жылдары егін салу жұмысының 50%-ын ірі қара атқарды. Тылдағы еңбекшілер жоғарыдан берілген жоспарды орындау барысында күні-түні еңбек етті. Соғыстың бірінші жылы мемлекетке 100 миллион пұт астық тапсырылды. Бұл көрсеткіш 1940 жылмен салыстырғанда 24 миллион пұтқа артық. Колхозшылар мен совхозшылар өз еркімен еңбек күнін таңғы 5-тен кешкі 22:00-ге дейін ұзартқан. Әрбір шаруа 2-3 адамның жұмысын атқарды. Өнер саласында Қазақстанға Ресей, Украина, Белоруссиядан 100-ден аса жазушылар уақытша көшіп келді. Олардың ішінде Толстой, Маршак, Михалков, Паустовский, Зощенко, Фош, Сергей Ценский, Квитко сияқты атақты жазушылар болды. Соғыс жылдарында партизан ақын Жұмағали Сайынның топтамасы, Қасым Аманжоловтың ақын өлімі туралы аңызы, Мұхтар Әуезовтің Абай жолы энциклопедиясының бірінші кітабы, Сәбит Мұқановтың өмір мектебі, Ғабит Мүсіреповтің Қазақ солдаты, Ғабиден Мұстафиннің Шығанақ повесі, Жамбыл Жабаевтың Ленинградтық өренім дүниеге келді. Осымен ТЖБ жұмысы аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, видеоны достарыңызбен бөлісе кетіңіздер.